Армысың қазақ? Тәңіршіміз қазақ дүниетанымының бір бөлімі болып табылатын. Тіліңді ұмытпа, діліңді ұмытпа, дініңді ұмытпа дегендегі құдіретті бір бөлімі Тәңір дінінің жолын ұстап жүргендеріміз. Тәңіршімін десең болды, біздің оппоненттер бар. Ей, тәңіршілер, сендер намаз оқымайсыңдар. Сен Абайдан артықсың ба? Намаз оқыған. Қабанбай Бөгенбайдан артықсың ба сен? Олар намаз оқыған. Ей, сен Ыбырайымнан артықсың ба? Алла деп сөзін бастаған ол, намаз оқыған деп желе жортып, өзінің айтпақ ойларын бізге лақтырып келіп қалады, біз үн-түнсіз отырамыз. Неге десең, жаңағы оппоненттер бізге тәңірлік дүниетанымның сөзін тастап отыр. Сенің ата-бабаларың намаз оқыған деп. Шамасы бір жерден құжат тапса керек. Жаңағы айтып отырған адамдардың барлығы намаз оқыған туралы. Бауырым, оппонент бауырым, былай. Біздің ата-бабамыз намаз оқыған. Дұрыс айтасың, намаз оқыған. Бірақ 5 уақыт мен құлмын деп сәлат оқымаған. Біздің тәңірлік дүниетанымда намаз деген сөз бар, түсінік бар, ұстам бар. Исламда сәлат деген бар. Құлшылықтың белгісін білдіреді. Басың сәждеге тиеді. 5 уақыт. Бір жаттап алған сөзіңді қайталап айта береді. Ертеңгісінен кешке дейін. Бүгінде, ертеңде, бүрсігінде, айлар бойы, жылдар бойы, ғасырлар бойы айта беретін сәлат деген ұстан, ұғым бар. Оны сендер адалыңмен жасап жатырсың. Дұрыс, жасай бер. Тәсбихің тарта бер. Тартпа демейміз. Бірақ сен ешқашан еш уақытта бір күн, бір сәт намаз оқыған жоқсың. Оқуың мүмкін емес. Себебі намаз деген тәңірлік дүниетанымның сөзі. Оның үстіне ол оқылмайды. Оқылмайды. Намаз ол өлшем. Өлшем адамның өмір сүру мүмкіндігін нақтылап отыратын өлшем. Қазақтың сөзі саралау амалы бойынша намаз дегенді орап айтсаң, заман деген сөз шығады. Ал заманды жасайтын тек қана Құдай. Заңдастырып, мына әлемді заманнан тұрғызып жаратқан. Заман өзінің болмысына уақытты, күндерді, апталарды, жылдарды, ғасырларды, дәуірлерді сіңіріп алады. Бойына, өзінің болмысына заңдастырып отырып. Сондықтан қазақтың ұмытылыңқырап қалса да бір ұлы түсінігі бар. Заман заңдастырып, Құдай намаз оқиды дейді. Ей, тәңірші бауырым, ей қазақ, Құдайдың намазына лайық бол дейді. Неге десең, заманды заңдастырып, намазды пенде де, адам да, кісі де оқи алмайды. Намазды заман ауқымында ешкім оқи алмайды. Жалыну мүмкін, жалбарынып өтініп сұрауы мүмкін, сыйынуы мүмкін. Бата түсіріп ықылас айтып, ниет айтуы мүмкін, бәйт айтуы мүмкін. Бірақ замандарды заңдастырып, немесе заңдастырып қойған заманды бір өлшемге келтіріп намаз оқи алмайсың. Сондықтан намаз қазақ дүниетанымында, тәңірлік дүниетанымында ол өлшем, ол оқылмайды. Өлшемге лайық болуың керек. Заманды заңдастырған Құдайдың өлшеміне лайық болуың керек. Аттаған адымың, істеген ісің, бүткіл табиғатыңа тән жасалынатын дүниенің барлығы заманның заңына лайық болу керек. Өлшемге лайық болу керек. Сол өлшемді қазақ намаз дейді. Ұқтың ба? Адам мен адам кездесті. Армысың деп сұрақ қойдың. Ол өлшем. Ол өлшем. Арлы болмасаң, бұрынғы заманда арылмын деп айта алмаған. Егер арылмын деп айта қалатын болса, сұқсап-сұқты көкеге қойғанда итеріп жіберген. Ей, барымташы, тұқыммен тұздай қор. Сен ұрылардансың деп. Қазақ арыл болуға тырысқан. Табалдырықтан аттадың, оң аяғыңмен аттадың. Жеңіл айтыла салған ой емес. Неге десең, сен даладан келдің. Ал далада жалмауыздар әлемі бар, паразиттер әлемі бар. Табалдырықтан аттаған кезде жаңағын сілкіп сыртқа тастап кетуің керек. Оң аяғыңмен аттап. Яғни ол жерде өлшем ретінде айтылатын сөз бар. Дастарханның басына отырдың, бата, лебіз, тілек, ықылас, ниетіңді айттың. Ол жерде айтылатын әр сөз заманды заңдастырып тасталып, өлшем болып қалған намазға лайық болу керек. Құдайға арнап мал сояйын дедің, Құдай мал деп атайды. Ол да заманның заңдылықтарына кіретін әлем болғандықтан жан жануарларда кешірім сұрайсың. Сенде жазық жоқ, менде азық жоқ деп. Бұл да өлшем. Айтпасаң болмайтын өлшем. Адам ретінде кешірімпаз екеніңді, сенде кішірейе білетініңді жан жануардың алдында да дәлелдеуің керек. Намаздың өлшеміне лайық болу үшін. Біздің намаз өлшем болатындықтан жасалу амалы да, жасалынатын рәсімдері де бөлек. Адам өмірден озды, өшіп қалған жанына
температурасына азы саламыз, жанға азы саламыз. Ол да өлшем, тәңірлік дүниетанымның өлшемі. Сондықтан қазақтың дүниетанымында өміріңе қарай өлімің, өліміңе қарай жаназаң деген түсінік бар. Мына жаратылған әлемде қазақтың дүниетанымы бойынша, тәңірлік дүниетанымы бойынша өлім жоқ, өлімнің сәті ғана бар. Бір заттың екінші затқа ауысу. Сондықтан бәрі тірі деп есептелінеді. Қазақтың дүниетанымы бойынша мына әлемде кішкентай ғана өлім болатын болса, әлем баяғыда өліп қалатын. Сондықтан еш нәрсе шашылмайды, еш нәрсе еш уақытта құрмайды. Құдай, тәңірлік Құдай, мына әлемді жаратқанда дин арқылы әлемді басқарып тұрған кезде шашылатын әлемді жаратпаған. Сондықтан біз, тәңіршілер, заманды заңдастырып қойған намазға лайық болу үшін өмір сүреміз. Аттаған қадамымызды заңдастырылып қойған заңның өлшемімен өлшеп тірлік жасаймыз, тіршілік жасаймыз, өмір сүреміз. Демек біздің қазақтың дүниетанымында өзіндік өлшем бар екен. Намаз деп аталынады. Замандарды заңдастырылған өлшем екен. Соның заңдылықтарына сәйкес болып талап ететін өлшем екен. Еңбекті, қарекетті қажет ететін өлшем екен. Құр сөз емес екен, патология емес екен. Сондықтан біздің бабаларымыз кемеңгер, данышпан, дана болған, өлшемді басқаша ойлағандықтан, құл емеспін деп ойлағандықтан. Сондықтан біздің бабаларымыз батырлық, ерлік жасаған, жерін, ұлтын қорғап, қоршағанда өлшемге сәйкес болмай қалмайын деп ерлік жасаған, қарекет жасаған. Біздің бабаларымыз өзінен асып туатын ұлан туғызған ғажайып заңдылықтардың арқасында өлшемі басқа болғандықтан. Қазіргі заманда айтатын болсақ, қазіргі заманның ғалымдары да солай болу керек. Жаңалықтар ашу керек. Жаңа формулалар ойлап табу керек. Қазақтың баласы. Неге сенің өлшемің бөлек? Сенің әрбір ашқан жаңалығың, ол сенің намазға лайық болуың. Ғажайып сәт. Ақындаршы, жазушыларшы, философтаршы, суретшілерді қайтеміз. Композиторларды қайтеміз. Бақсы, балгер, емші, домшыларды қайтеміз. Олар да осы өлшеммен тіршілік жасау керек. Қарекет жасау керек, еңбек жасау керек. Ал саясаткерлер халықтың қамын, ұлтының қамын ойлайтындар. Олар не? Заманды заңдастырып қойған намазға лайық болмау керек па не? Лайық болу керек. Егер лайық болмай қалса, қазақтың ұлы сөзі бар. Балам, асқақтама, көкірегіңе нам түспесін, балам. Ұлтыңа қызмет ет. Заманға сәйкес бол, намазға сәйкес бол деген сөз қазақ босқа айтты деп olsun ба? Айналаңа қара, асқақтағандар болған, ұлтын шашқандар болған. Түкте жоқ. Зәулім сарайынан да ешнәрсе жоқ, жинаған мүлкінен де ешнәрсе жоқ. Шежіресін түгендесең, артында қалған ұрпақ та жоқ. Балам, заман келеді. Біреуге оң, біреуге теріс келеді. Жасап атқансың теріс болса, заман келеді, шашыласың деген. Қазақтың айтқан айда келген уақыт талай еріз басынан өткен, талай адамның басынан өткен. Сондықтан Құдайдың намазына лайық болмай қалсаң, күндердің күнінде бір заманда шашады, түгіңді қалдырмай шашады. Қазақ дүниетанымы не көкке көтереді, не терең батырады. Біздің тәңірлік дүниетанымда олар қарапайым адамдар деген жоқ. Адам ол. Бәрінің әрекеті біреу-ақ. Еңбек ету керек, ерлік жасау керек, даналық, данышпандық, кемеңгерлік көрсету керек. Әркім өз ісінің шебері болу керек. Сол шеберлігі оның намазы. Замандардың заңдылығына сәйкес болатын өлшемнің ұшар биіктігі. Әркім өз ісінің шебері. Мейлі қойшы бол, мейлі дүкенде сатушы бол, мейлі шофер бол. Өлшемің бөлек сенің. Өзіңнің алдында өзің жауап беру, ұлтыңның алдында жауап беру. Құдайдың әлемді заңдастырып, жаратып жіберген заңдарын білдірмей, адам бола білу өлшемі. Бұл басқа өлшем. Бұл өлшем кезінде айтылатын сөздер жаттанды түрде айтылмайды. Сондықтан қазақ намаз деген сөзді құрылатпа. Намаз басқа өлшем, басқа түсінік. Намаздың астында заман тұр. Ал заманды Құдай ғана жасайды. Ол заңдастырып жасайды. Заңға лайық болуың керек. Сондықтан аналар қайта-қайта айтады. Сендер намаз оқымағансың, намаз оқымасын. Біздей намаз оқысын. Біз іс, қарекет, еңбек арқылы өз намазымызды заңдастыратындарымыз. Сондықтан оппонент бауырым айтарым былай. Иә, біздің ата-бабаларымыз намаздың өлшеміне лайық болып тірілік жасағандар. Оның заңдылығы басқаша екен. Бірақ қайталап айтамын, олар еш уақытта ешқашан мен құлмын деп басын сәждеге тиіп сәләт оқымаған. Сәләт сендерге тән. Оқыма деп айта алмаймын. Оқы. Ал біз, тәңіршілер, намаздың өлшеміне лайық боламыз деп тіршілік жасаймыз. Мына жарық дүниені жақсы көреміз. Арманымыз ұрпағымыздан қайта туып, мына жарық дүниені жарқын жасау.
Құдайдың замандарды заңдастырып жаратқан заңдарына лайық болып, намаз өлшеміне сай болып өмір сүру біздің негізгі мақсатымыз. Әзірге сол болыңдар. Айтылмақ одан ары айтыла береді. Тыңдайтын құлақ бар болатын болса, шешім қабылдайтын сана бар болатын болса.